Ассаламағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Мінекей өздеріңіз байқап тұрғандай біз Қазақстанға келдік. Бүгін дүйсенбі жұмысты бастап кеттік. Кеше келген болатынбыз Біріккен Араб Әмірлігінен. Рахмет сіздерге. Барлық ақпаратты көруге, ақыры демалысқа барғасын, жалғыз демалыс болмасын. Қазақстандықтарды жаңағы озық елдердің озық өркениетті, озық жетістіктерін көрсетейік деген ойымызда болған. Сондықтан бәрін көрсетіп шықтық. Жаңағы көп адамдар менің қолым жетпейтін нәрсе екен деп ойламасын деп қол жететін жағдайларында көрсеттік, қалай істеуге болады. Жаңағы шіріген байлардың демалатын жерінде де өздерінің белгілі бір жеңілдіктері, басқа да жолдары бар. Жаңа халықаралық праваны қалай алатын барлығын мен өзім білгенше көрсетіп өттім. Соның ішінде үлкен бір қызық тудырғандардың бірі бұл жаңағы әскери киімдерді және де өзге нәрселерді көрсету болған екен. Соған көп адам қызыққан екен. Бәке олы не мақсатта анау деп сұрап жатыр ғой. Менің естуім бойынша, өздеріңіз білсеңіздер керек, 6506 деген әскери бөлімде Шымкенттегі жаңағы Ұлан ұлттық гвардиясында сол жерде әскери жаңағы офицер қайтыс болған болатын. Сондықтан соны жаңағы жасырып жатсындар деген айтпен мен өзім келіп қайта ақпарат алмақшы болдым. Олар мүмкіндігі болғанша соны көрсетпеуге әрекет жасады. Ең соңғы шешімі қабылданғанша соны күтіп отырды. Өздеріңіз білесіздер, сол әскери бөлімнің бастығы қазір орнынан алып тастады деді. Енді ертең барып көреміз, анығын біліп атамыз. Мен жаңағы неде жүрген кезде, Дубайда жүргенде байқамадым, бірақ сол мен Дубайға кетпестен алдым. Осыдан 10 күннен бұрын Алматыдан, Астанадан келген комиссиялар шешім қабылдап ол кісіні орнынан алып тастапты. Әрине бір екі адамдар айтады, ол кісі көп те істеген жоқ еді деп. Бір ай істейсің бе, бір күн істейсің бе, ол сенің проблемаң. Ешкім қарамағындағы сарбаздар өлмеу керек. Сол кезден бастап мен сарбаздардың тірлігіне араласып кеттік. Мінекей ертең Таразда болған жарылыс бойынша жаңағы арт складта жарылыс болып, соған 2 солдатты кінәлі қылып шығарған жоқ па? Солардың ата-анасы шақырған болған. Өкінішке орай ертең мен бара алмайтындай болып отырмын. Сондықтан айып етпеңіздер. Біз ондай нәрсені алдын ала жоспарлаймыз. Бақытжан ойбай ертең жүрші деген көп нәрседе бола бермейді, өйткені біздің жоспарлы түріміз бар. Міне сол әскери киімдерді көрсеткен кездегі айтып жатқаным, қазіргі Украина мен Ресейдің арасында болып жатқан соғысты бәріңіз байқап отырсыздар ғой. Екі жақтағы енді Украина жасырып жатыр өз жағында. О жақта да жетіспей жатыр киім, қару-жарақ, басқа нәрсе. Ресейде де жетіспей жатыр. Украинада да өздеріңіз білесіздер, жылу жинағандай балаларына ата-аналары, басқалары халық болып алып берген болатын. Ресейде де дәл сондай жағдай. Бұл яғни Құдай сақтасын, басымызға келе қалса, бізді де сөйтіп тентіретіп жіберуі мүмкін биліктегілер. Әрине жаңағы соғыс, капитализм болғасын соғыс болмай қоймайды, ол міндетті түрде болу керек, ол капитализм ережесі сол. Бір соғыспай қоймайды олар, бір емес бірнеше ретте соғысуы мүмкін. Барлық капиталистік елдер соғыспай келеді, тоқтамай. Сондықтан Құдай басқа салмасын дейміз, бірақ бәрібір бал. Менің 5 ұлым бар, сондықтан мен басқалардан көбірек осы жайлы ойлануға мәжбүр болып отырмын. Әскерге барып келген ұлдарым, үлкендерім бәрі әскерге барып келіп жатыр. Бірі офицер, бірісі жаңағы сарбаз, басқалары да осылай. Мінекей сондықтан ертең отанды қорғайсын, анау мынау деп шақырады ғой бәрібір. Бұлар патриотизм сол кезде ойнатқысы келеді халыққа. Сонда менің қазір әскердің, сарбаздың бүгін ертең өзім балаларым басына түскен емес, бүгіннен бастап сарбаздардың жағдайын жақсартып, бәрін қарастырмайтын болсақ, ертең мүсәпір құсап балаларымыз телефон шалып айтып жатады, аяғымдағы шұлығым жыртық, етігім анау, бізді соғысқа айдап жатыр, қайтеміз, бүйтеміз деп тура. Енді өзіміздің басымыздан өткізіп қайтеміз. Мына орыстар мен украиндардың басынан өтіп жатыр ғой, екеуі бір-бірін қырып жатыр, өлтіріп жатыр, аяп жатқан жоқ. Бірақ сол қырғында болып жатқан сарбаздарды жаңағыдай қиындықта өтіп жатыр. Яғни біз әзірден әрекет жасамасақ, Құдай басқа салмасын, қиындық болған заманда біздің енді біз қарапайым халықпыз ғой, қарапайым халықтың бала шағасын, я болмаса өзімізді де жаңағы көріп отырмын, Ресей 57-60 адамдарды соғысқа апарып тастай сапты. Оларға да жаңағы кәрі болсаң да жүгір давай сені атып өлтіреді, сол кезде олар кім өлтіргенін көреміз, біз соны атамыз дегендей әрекет көріп жатырмыз ғой енді бейнеден барлығын. Сондай жағдайлар болады. Сол үшін мен өзім қорғаныс министрлігіне бір тиынды, бір грамда сенбеймін. Өздеріңіз байқап отырсыздар, мысалы көбісі жаңағы Ресейде болсын, Украинада болсын, әскер басындағылардың ешқайсысы соғысқа өздері қатысып жатқан жоқ. Қарапайым халықты ғана айдап салып, өздері отырып, өздерінің бала шағасы, туыстары, бауырлар, қане естіңіздер ме қане? Украинаның, Ресейдің президентінің, я болмаса қорғаныс министрінің бала шағасы жаңа тұтқынға түсіпті, сол үйтіпті, бүйтіпті деген жоқ.
ауыстырып жатқанда кімді ауыстырып жатыр? Путинді көрдіңіздер, Медведчукты ауыстырып алды. Яғни екеуі бір-бірінің байларын ауыстырады. Олигархтардың өмірін құтқару үшін сарбаздарды мыңдап босатуға дайын болады. Яғни капитализмде соғыс тек қана байлық үшін болады. Адамгершілік үшін, жақсылық үшін, отан үшін, жер үшін дегеннің бәрі әшейін бос бекер, оның бәрі байлық үшін. Екі жақта, Украинада, Ресейде бір-бірін соғысқысы келіп өліп баратқан, менің бабам олай болған, оны ананы қырған еді, мынаны жаулап алған еді деп екі жақ соғысқысы келіп өліп барды да ақырын соғысты. Жарайды, енді ол саясат қой. Сондай болмас үшін біздің басымызға да күн түспес үшін әскерлердің, сарбаздардың жағдайын бүгінгі күннен жасауымыз керек. Ертең күні жылу жинап өз балаларымызды немен киіндіреміз деген жағдайға тап болмау үшін. Сол үшін мен озық технологиялық сарбаздардың киімін, заманауи киімдерінің бәрін жарнамалап жатқаным да сол еді. Оны көрсетіп жатқаным да сол. Бүгінгі күнде үлкен сұраныс пайда болған екен. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, бас киімді мысалы айталық 2930 теңге ма сондай ақ болды. 2900 теңгеге бас киім болады. Ол жаңағы жоғары сапалы ақш әскерилерінің бастарына киетіндей бас киімдер. Бәке ала келмедіңіз бе дейді. Мен енді ойлаған жоқпын ғой оны алуға болады екен анау мынау деп. Әрине егер керек болып жатқан болса, біздің сарбаздар мұқтаж болып жатқан болса алдыруға болады. Мен тағы да айттым, шұлғаулы аяғына киіп жүрген нәрсе 21 ғасырда ол таза сорлы мемлекеттер істейді. Дамыған мемлекеттердің бәрін мен сіздерге көрсеттім ғой, шұлық киеді. Мен Совет елінде 88-90 жылдар әскерде болдым. Мен шұлық кидім. Шұлғау емес. Қыста, етік кигенде шұлғау киетіміз. Жазғы тұр, біз пәтеңкеге өткен кезде берці дейді жаңағы. Біз сондай кидік. Өзім көрсеттім. Афганка деген болатын жеңілі. Мен білмеймін, кейбір ауғандықтардың өздері айтады, бізде болмаған деп. Бірақ Ауғанстанда жаңағы ДШБ бар, десантниктер бар. Олар мен сіздерге көрсеттім ғой жаңағы кішкене кроссовкалар, Adidas кроссовкалар киіп алатын біздің Совет елінің сарбаздары. Яғни жеңіл жүру үшін, салбазды қинамас үшін кроссовка да береді, жаңағы жеңіл аяқ киімдер де болады. Бәрін көрсеттім. Мінекей соның бәрін болады. Өндірісті Қазақстанға әкелуге болады ма дейді? Жоқ, өндірісті Қазақстанға әкелуге болмайды. Өйткені алып келсек, мына жерде қайттан коррупция басталып кетеді. Қайттан жаңағы бай мансаптар өздері алып алғысы келеді. Өкіметтің ақшасына сөйтеді, өндірісті мына жерде қалай болса солай өндіріп, боғын шығарады да қайттан біздің балаларымызды қайтадан боққа киіндіріп жібереді. Сондықтан оны өндіріп қолынан келетін елдер өндіре берсін, біз солардан сатып алайық. Бәрібір Қазақстан өздеріңіз көріп жатсыздар, бюджетіміз өзі 35 миллиард беді, 30 миллиард беді. Сондай-ақ, бірақ 25 миллиард долларға біз шетелден импорт сатып алады екенбіз. Ел тынды деген осы. Қазақ СССР кезінде Қонаевтың заманында Қазақстанның өндірісінің біз айталық өзіміз толық қамтамасыз ететінбіз. Қазір сол кездегі ең бай деген облыс болғандардың өзі ең қайыршы облыстарға айналып кетті. Кедейлі болып кетті, ең кедей облыстарға айналды. Яғни өкімет біздің, сіздің жағдайларыңызды қарастырмайды, ойламайды. Ол қарақан басын ойлап жатқан өкіметтер. Сол үшін әрине мен жаңағы Дубайда болайын, басқа жерде болайын, озық технологияларды, озық нәрселерді көрсетеміз. Әрине әскери киімдерді аламыз дегендер болса, мен бүгін жаңа тапсырма бердім, Қытаймен сөйлесті, жаңағы Атыраудан сұрадыңыздар ғой сіздер азанатса жайлы деп, мен зауыттармен сөйлестіріп жатырмын, тікелей келісім шарт орнатуға болады. Біз ештеңе істеп бермейміз, біз тек қана сіздерді былай бір-біріңізбен байланыстырып береміз. Құдайға шүкір, біздің командада ағылшынша сөйлейтін, қытайша сөйлейтіндер бар. Уақытзуда ханзухуай, енді ақырын болса да мен де қытайша сөйлеймін ғой. Сондықтан жаңағы Қытайдың өндірісі өте үлкен, коммунистік партия құдайға шүкір ол жақта кереметтей жұмыс істейді. Ол отан үшін, ел үшін қызмет қылатын жүйе, өздерінің отандары үшін. Көріп отырсыздар, Си Цзиньпиннің қалтасында көк түйіні жоқ. Ол жаңағы байлар емес. Байқасаңыздар, Қытайдың коммунистік партиясы бірінші тазалықты өз партиясынан бастайды. Партияның ішіндегі пәріқорлардың бәрін алып аттырып жатыр, қамап жатыр. Бізде ондай бола ма партияларда? Билік партиясын сондай бола ма? Болмайды ешқашан. Олар өліп кетсе партияның ішін тазалау деген болмайды. Мінекей сондай өзін тазалап атқан екінші мемлекет, ол да коммунистік партия басқарып атқан мемлекет, ол Вьетнам мемлекеті. Мен өзім солшыл көзқарастағы саяси көзқарасым бар, сондықтан социалистік көзқарасым бар, оны ешқашан жасырған емеспін. Мен демократиялық социализмді қолдайтын адаммын. Сондықтан екінші коммунистік мемлекет ол Вьетнам. Вьетнам қазір кереметтей өндіріп жатыр. Мысалы айталық, жоғары сапалы технологияларды өндіруде Вьетнам 75 миллиард долларға жылына өндіреді. Қараңыздар, бүкіл дамыған елдердің бәрі технологияларын қазір Қытай дамып кетті ғой. Қытайда енді ондай арзан еңбек қолы жоқ, сондықтан өткізіп жатқаны Вьетнамға өткізіп жатыр.
Міне сол сияқты жағдайларды айтпақшы болып жатқаным, біз жақында өздеріміз бағдарламаларымызды көбейтеміз, күшейтеміз. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев. Әрине мен жаңа тағы да айта кетейін, мына біздің кешкі студиямыз. Осы жерде барлық ақпарларды жасаймыз. Бүгіннен бастап жұмысқа келдік. Мақтаарал, Жетісай, Шардара күте беріңіздер. Алла бұйыртса сәрсенбі күні сіздерге шығамыз. Сау саламат болыңыздар.